ArcelorMittal Теміртаудың әрекетінен зардап шеккен қарағандылықтарды жаңа қоғамдық бірлестікке Қарақар қорына шақыруда. Оның негізін Қазақстан парламентінің экс-сенаторы және медицина колледжінің директоры қалаған. Александр Пахмурный өзін ArcelorMittal Теміртаудың, нақтырақ айтсақ Қазақстан шахтасының басшылығынан зардап шектім дейді. Ол 4 ай бұрын жұмысқа тұрған, бірақ бір айдан астам уақыт басшылық оны жұмыс орнына кіргізбеуде. Себебін газ электр дәнекерлеуші біліктілігіне сәйкес келмейсін деп түсіндірген. Вышел из больничного, они меня не допускают. Мен ем алып шығып жұмысыма барып едім, мені кіргізбеді. Өзің жұмыстан шық, немесе заң бойынша шығарамыз деп қорқытты. Жұмысқа келмедің деп заңмен қудалаймыз деді. Бірақ ол күнделікті ем алғанымды растайтын анықтамам бар. Зардап шеккендердің тағы бір санаты жұмыста мүгедектік алған регрессник кеншілер. Человек, который потерял Еңбекке қабілеттілігін жоғалтқан адам 63 жасқа толғаннан кейін қазіргі уақытта зейнетке шығады. Регрессниктік төлемдер одан алынады. Бұл дұрыс емес. 2015 жылға дейінгі осындай жағдайға тап болғандар зейнет ақысында регрессиялық төлемінде алады. Мұндай шағымдарды қазір жаңадан құрылған Қарақар қоры жинайды. Оның негізін Қарағанды облысының бұрынғы прокуроры және 12 жылдық еңбек өтілі бар сенатор Серік Ақылбай және Қарағанды жоғары интерколледжінің директоры Аманбек Нұрбеков қалады. Бұндай жағдай басқа мемлекеттерде жоқ. Мен жаңа айтып өттім, Европалық біраз мемлекеттерде істеп жатыр бұлар. Бірақ тура біздің жұмыскерлерге, біздің азаматтарға көз қарасы оны Африкадағы адамдарға қарағандай, одан төмен болмас. Беріп атқан мардымсыз көмектері ешкімді керемет қанағаттандырып атқан жоқ. Қоғам белсенділері 2013 жылдан 19 жылға дейін соттарға АМТ-ға зардап шеккен 5 адам немесе қаза тапқандардың туыстары өтініш білдіріп, барлығы 47 миллион теңге шығын келтірген деп есептеді. Бірақ соттар тек 2 миллион 300 мың өндіріп алды. Серік Ақылбай зардап шеккен Арселор қызметкерлерінің құқықтары мен мүдделерін білікті құқықтық қорғауды ұсынды. Екінші құрылтайшы Аманбек Нұрбеков ұлттық кәсіптік институтының медицина университетімен бірігуіне наразы. Ең мықты 12 зертхананың біреуі ғана қалды. Мамандар көшіп кетті. Ал адамдар кәсіби патологтардың көмегінсіз қалды дейді ол. Сол жерде жұмыс істеп атқан жұмыскерлердің, өнеркәсіпте жұмыс істеп атқан жұмыскерлердің денсаулығын, жағдайын аса сондай көтеріп айтпайды. Қордың сайтына және әлеуметтік желілердегі парақшалар арқылы өтініштер күтілуде. Құрылтайшылардың өздері қорға қаражат құюда. Болашақта меценаттардан көмек күтеді. Барлық жасалатын көмек қолдары тегін болады. Жандос Бақытұлы, Оксана Митюхина, Данил Заславский, 5-ші арна.